Deutsche Bank 23 мың қызметкерін орнынан босатуды жоспарлап отыр. Бұл туралы Германиядағы ең ірі коммерциялық банктегі дереккөздеріне сілтеме жасап, Reuters хабарлайды. Негізгі қысқартулар қаржы мекемесінің еншілес құрылымы Постбанкке және техникалық мамандарға қатысты болмақ. Агенттік мәліметінше, банктың жаңа директоры Джон Крайан кең масштабты қайта құру жоспарын бақылау кеңесіне тапсырған. Жоғарғы айыппұл мен сот кедергілеріне байланысты Deutsche Bankке шығын келіп, енді реформа жасауға мәжбүр. Осыған дейін жергілікті басылымдар банктың қызметкерлерін қысқарту немесе Ресейді қосқанда бірнеше елдерде операцияларын тоқтату тәрізді мүмкіндіктерді қарастырып жатқандығын хабарлаған еді. Солтүстік Корея билігі Йонбендегі ядролық кешеннің жұмысын қайта бастағандығын мәлімдеді. Барлық құрылғылар пайдалану режимінде жұмыс істеп жатыр делінген үкіметтік агенттіктің мәлімдемесінде. Сондай-ақ хабарламада ядролық бағдарламаны жалғастыру Вашингтонның жұмысқы саясатына Пхеньянның қалыпты қатынасын білдіретіндігі атап өтілген. Пхеньян алдағы уақытта баллистикалық зымырандарды іске қосу және спутникті орбитаға шығаруға байланысты жаңа мүмкіндіктерін көрсетуге уәде берді. Оңтүстік Кореялық бақылау қызметінің мәліметінше, зымыранның ұшырылуы 10 қазан Кореядағы Еңбек партиясының 70 жылдық мерейтойына белгіленуі мүмкін. Тамыздың соңында Солтүстік Корея шекарада орнатылған дауыс күшейткіштерінен айтылған үгіт-насихатты хабарламаға байланысты Оңтүстік Корея аумағын атқылаған еді. Сеул бағдарлама трансляциясын тоқтатуға мәжбүр болды. Марк Цукерберг Facebook әлеуметтік желісінде дислайк, яғни ұнамайды деген батырманың болуы мүмкін екендігін жариялады. Бұл туралы ол Калифорнияда өткен кезекті кездесуінде мәлімдеді. Оның сөзінше, дислайк жазбаға қарсы дауыс беру емес, адамдардың жанашырлығын білдіру үшін қолданылады. Қызметтің қашан іске қосылатындығы әзірге белгісіз.